көлге әкеледі. Және ол көлде Конгты өлтіретін басқа біреу бар еді. Сары маймыл көлге барып шомылып, Конгты шомылуға шақырады. Бірақ Конгтың көті бір нәрсе дұрыс емес екенін сезіп, балтасымен көлге түсе береді. Сары маймыл өтірік су ішіп тұрған сияқты болады. Конг та өтірік, бір қолымен су алып, шомылып тұрған сияқты болады. Бір кезде Конгтың артыра үлкен көлеңке түседі. Конг қараса бұл су айдаһар екен. Ол әп-сәтте шабуыл жасады, ал сары маймыл екеуінің төбелесін пайдаланып, ағаштар жаққа қашып кетеді. Ал Конг айдаһарды бір ұрып суға батырып жібереді, бірақ ол қайта тұрып Конгты орап суға батырады. Келесі секундта Конг айдаһардың байлауынан шығып төбелеседі. Бұл кезде Мұрынбоқ қашып бара жатыр еді, алдына Конгтың балтасы келіп түседі. Артынша айдаһардың басы жанына келіп қонады. Конг келіп Мұрынбоққа ештеңе істемей жүруді жалғастыр деп белгі береді. Кешке жақын, Конг айдаһардың етін жеп отырды. Ал Мұрынбоқ Конгты етпен бөліседі деген үмітпен отырды. Конг Мұрынбоқтың қарны аш екенін көріп, бір етті ұсынады, бірақ Мұрынбоқ оған күмәнмен қарап алмайды. Содан Конг оған етті лақтыра салады. Мұрынбоқ бұрышқа барып етті жеп отырады. Содан екеуі қарындары тойып, әрі қарай жолға шығады. Жолдан олар Конгтан 1000 есе үлкен құбыжықтың сүйегінің үстімен өтіп бара жатады. Олар белгіленген жерге жетеді. Бірақ ол жердегі көрініс Конгтың ашуын тудырады. Ол жердегі Конгтың жақындары құлдықта жүрді, және басқаларының басы ілулі тұрған еді. Бұған әлі хуит етіп қарап тұрған Конг бір вагон дұқпен барады. Ол жердегі бір маймыл қолынан абайсызда тасты түсіріп алады, ал екіншісі болса оны теуіп жібереді. Конг Мұрынбоқтың қарсыласуына қарамастан оған тұруға көмектеседі. Бірақ осы әрекетінің арқасында Конг типа қарауылдарынан біраз сөз естиді. Бірақ Конг оны дуалға жабыстыра салады. Конг өзінің әрекетімен бәрін сігемдеген белгі береді. Осы кезде олардың бастықтары келеді. Король Шрам деген. Ол Конгты айналып жүріп бақылайды. Бір кезде қолын оның аузына салып аузынан темір тісті байқайды. Ол тісті көрген Шрам ха-ха ұстап қалады. Кенет оның көзі Конгты бұл жерге алып келген Мұрынбоққа түседі. Оны жазалау үшін бас салып атыр еді. Анасы келіп жылайын деп тұрған көзбен аяуын өтінеді. Бірақ жүрегі тас болып қалған Шрам оны бір теуіп лаваға түсіріп жібереді. Бұл көрініске нерві шыдамаған Конг айқайлап ашуланғанын көрсетеді. Бұны көрген Шрам мен де қалам ба деп ол да айқайлайды. Осы кезде төбелес басталады. Шрам бірінші болып шынжырмен соққы береді. Оны Конг ұстап қалып еді, бірақ Шрам тартып алады. Сосын Конг балғасымен шабуылдайды, бірақ Шрам шапшаң қимылдады. Содан ол Конгты шынжырмен тұншықтыра бастады, ал Конг оны лақтырып жібереді. Конгтың мықты екенін түсінген Шрам өзінің басты қаруын шығарады. Ол кристалын көтеріп еді. Конгтың артынан кісенде байлпулы тұрған өте үлкен алып құбыжық шықты. Ол мұз айдаһары еді. Бұл үлкен айдаһар өте аңыз, өте мықты және кристалға бағынатын айдаһар болатын.